Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен жоғарғы жақ сүйегінің анатомиясын талдайтын боламыз. Ол бізде бас сүйектің бет сүйектеріне жататын жұп сүйек болып табылады. Ос максиля. Ең алдымен оның денесін ажыратамыз. Корпус максиля және бірнеше беті. Алдыңғы беті фацис антериор, самай астылық беті фацис инфратемпоралис, екеуінің арасын бөліп тұрған процессус зигоматикус бет сүйектік өсіндісі болады. Үшінші беті ол бізде көз шаралық беті фацис орбиталис және төртіншісі мұрын қуысына қараған беті фацис назалисті ажыратамыз. Және ол бізде бірнеше өсінділерден тұрады. Маңдай сүйегімен байланысатын өсіндісі процессус фронталис, бет сүйектік өсінді процессус зигоматикус, альвеолярлық өсінділері процессус альвеолярис және төртінші өсіндісі процессус палятина деп аталатын таңдай өсіндісі болып табылады. Алдыңғы бетінде альвеолярлық көтеріңкілерді көре аламыз. Соның ішіндегі ең үлкен шығыңқы ит тістік шығыңқы эминента канина болып табылады. Оның латеральды бөлігінде ит тістік шұңқыр фосса канина болады. Және жоғарыда марго инфраорбиталистің астында форамен инфраорбитали деп аталатын көз шаралы асты тесігі орналасқан. Және алдында бізде тілікті көріп тұрмыз. Ол бізде мұрындық тілік, инцизура назалис деп аталады. Және мұрынның алдыңғы қылқаны спина назалис антериорды көреміз. Екінші беті ол бізде самай астылық беті фацис инфратемпоралис. Ол жерден жоғарғы жақ төмпешігі тубер максиляны көреміз. Және 2-3 альвеолярлық өзекшелер орналасады бұл жерде. Олар артқы және артында орналасқан үлкен және кіші азу тістеріне қан тамырларды өткізетін болады. Үшінші беті ол бізде көз шаралық беті фацис орбиталис, көз шарасының төменгі қабырғасын құрайды. Және бұл жерде көз шара астылық жүлге сулькус инфраорбиталис орналасқан. Ол ары қарай өзекшеге каналис инфраорбиталиске жалғасып, ең соңында ос максиляның алдыңғы бетінде орналасқан форамен инфраорбиталимен аяқталады. Келесі төртінші беті мұрынға қараған, мұрын қуысына қараған фацис назалис. Бұл жерде ең бірінші байқайтынымыз жоғарғы жақ қойнауы синус максилярис және оның саңылауы хиатус максиляристі ажыратамыз. Оның бүйір бөлігінде үлкен таңдайлық жүлге сулькус палятина майорды байқаймыз. Ал алдында бізде инцизура лакрималис деп аталатын тілік, көз жас тілігі орналасады. Және ол бізде ары қарай жүлгеге сулькус лакрималиске жалғасады. Сонымен қатар бұл жерде бізде раковинный гребень деп аталады, криста канхалис орналасқан. Процессус фронталисте жоғарғы бөлімінде криста идмейдалис деп аталатын тор сүйектік қырқасы болады. Келесі көретін нәрсеміз ол бізде күрек тістік өзекше каналис инцизивус. Ол бізде ауыз қуыс мен мұрын қуысын байланыстыратын өзекше болып табылады. Процессус альвеоляристе тістер орналасатын өзекшелер альвеоли денталисті көреміз. Және олардың арасындағы табақшалар септа интеральвеолярия деп аталады. Ал таңдайлық өсінділер болса процессус палятина, екі жағы бірігіп, ортасында орталық таңдайлық жік сутура палятина медиана арқылы бір-бірімен байланысады. Және ортасында бізде небный валик деп аталатын торус палятинус орналасқан. Және бізде мұнда фосса инцизива болады. Және ол бізде мұнда орналасқан процессус палятина мен сутура инцизива арқылы, сондай жік арқылы байланысады.